Добби кастасында өмірге келесің, өмір бойы кір жуасың, өлесің. Добби кастасының өмірлік қағидасы осы. Интернет желісінде жаңа термин шығыпты, қазақша сөйлешники деген. Сол айтатын адамды максимально осуждаю депті Зубарев ағамыз. Кезінде калбит деді, сосын мәмбет деді, ал енді қазақша сөйлешник деп айтатын болған. Ондай болса, менде қазақша сөйлешникпін. Бірақ бүгінгі әңгіме ол туралы емес. Көңіл көзін сөз ашар, сөйлемесе кір басар. Сол кірді жуатын Мумбай қаласында Добби кастасы бар екен. Киім жуу, өмір бақи киім жуат, оның балалары киім жуат, балаларының балалары киім жуат. Добби гат бұл ашық аспан астындағы әлемдегі ең үлкен кір жуатын орын. Ол 1890 жылы құрылған және бүгінге дейін жұмыс істеп тұр. Мұнда Добби деп аталатын арнайы кастадан шыққан адамдар ұрпақтан ұрпаққа осы кәсіппен айналысып келеді. Добби арнайы кәсіби кастаның атауы. Олар тек кір жууға маманданған. Бұл төменгі касталар қатарына жататын топ. Олар отбасылық кәсіп ретінде жұмыс істейді. Атасы да, баласы да сол іспен айналысады. Кір қонақ үйлерден, ауруханалардан, мейрамханалардан және жеке үйлерден жиналады, жуылады, сосын кептіріледі. Соңында қайта иелеріне дәл белгіленген күні қайтарылады. Мұнда 700-ден астам отбасы жұмыс істейді. Кейбір Доббилер күніне 1000-ға жуық киім жуа алады. Егер Мумбайға жолыңыз түссе, Добби гатқа соқпа кетпеңіз. Бұл тек кір жуатын орын емес, бұл шынайы өмірдің өзі. Тіркеліп кетуді ұмытпа.